Бастықтың кабинетінде. 6 қызғалдақ жұлғанға 9 миллион штраф салдыңыз ба, Сәке? Сіздің де жасамайтыныңыз жоқ. Толықтай келсем, Сәке. 30 қызғалдақ жұлса, сразу өлім жасасы дейсіңші. Жаным, қызым хит болып жатыр я. Мұхағали Мақатаев дейді. Алпам иттің басына атыра. Ой, бля деген кім қойған ешек. Алло, Имеке, ассаламағалейкум. Не ғой, тендер ұтып алған едім, соның ақшасын жесем аузым ашылып кете ма, ашылмай ма? Ашыла ма? Кешке ауыз ашып болғаннан кейін жесем ше. Жалпы болмайды десеңші. Жақсы, Имеке. Алло, Имеке, ораза айында әйелдеріңе жақындамаңдар деген екен ғой, я? Секретаршаға бола беретін шығар. Болмайды. Айналайын, секретаршы, менің аузым ораза, бір ай жұмысқа келмей-ақ қойшы, өтініш. Ақшаңды берейін, деп отсың ғой, қайтшы өтініш. Түркістан облысында 6 дана қызғалдақ жұлған азамат 9 миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Бір өзіңізді далбойөкпін деп есептемейсіз ба? Молодец, как не падка.